Қазақтелеком туралы жаңалық шықты. 30 сәуірге акционерлердің жылдық жалпы жиналысы тағайындалды. Бұл нені білдіреді? Яғни акционерлер жиналысы тағайындалып, сол жерде ары қарай компания не істейді және 2025 жылдың қорытындысы қаралады. Соның ішінде бізге ең қызығы қазірге Қазақтелекомның 2025 жылға арналған таза пайдасын бөлу туралы ақпарат соның ішіндегі. Айта кету керек, жиналыс күн тәртібінде бар болған сол 3 тармақ қаралады. Өткен жылға қарағанда олардың саны көбірек. Сондай-ақ бөлінбеген пайданы бөлу туралы тармақ болған. Дәл сол тармақтардың арқасында акционерлердің негізінен Қазақстан бағалы қағаз нарығының ішіндегі ең ірі дивиденд, арнайы дивидендтер төлеген болатын. Оның саны 19.900 ба, соның көлемінде 19.900-ның көлемінде болған болатын. Еске салып өте кетейін. Негізінен бұл бөлінбеген пайданың компанияның бөлінбеген пайда компанияның бір активін сату нәтижесінде болды. Білесіздер, кесел актив, Алтел, Теле2 деген сияқты. Қазақтелеком ішінде де ол. Ол жерде не көрсетілген болған? Ол жерде 96 жыл мен 23 жылдар кезеңі үшін төленген деп алған болатымыз. Сондықтан бұл жолы акционерлер, яғни біз тек жыл қорытындысы бойынша дивидендтер талқыланады деген ойдамын енді. Ешқандай сатылым үлкен болған жоқ қой 25 жылы. 24 жылы олар 6740 теңге көлемінде төлеген болатын таза пайданы бөлген кезде. Ол кезде таза пайдан 100%-ын бөлген болатын. Естеріңізде бар болса. Сондай-ақ 23 жылдың қорытындысы бойынша 24 жылы төленді. Ол кезде 2000 теңге көлемінде, 2000-2100 теңге көлемінде таза табыстың ол кезде 25% берген болатын. Көрдіңіздер ме? Әр кезде, әр жылы, әр түрлі көрсеткіш бойынша берген болатын. Сондай бір қалыпты емес бұл дивидендтері. Енді біз неге мән береміз? Әзірге жылдық есеп беру шыққан жоқ. Тек қана соң 2025 жылдың 9 айы бойынша қорытынды бар. Ол қорытынды бойынша бізде жылдық өсімі 14%-ға жақын жуықтаған, ал жалпы пайда 21%-ке өскен. Соған қарағанда енді білмеймін, бұрынғыдай үлкен дивиденд болмайды. Оны нақты 30 сәуір нақты білеміз. Қазіргі бағасы бұл акцияның 44.400 теңге бүгінге. Биржа осы бағамен жабылды. Бұлай қаратын болсақ, негізінен графигін қарап шықсақ, жылдық график бойынша баға 60 мыңға дейін жетіп, дивиденд төлейді дегеннен бастап, сосын баға 35 теңгеге дейін түскен болатын. Қазір орташа бағасы 44.400 теңге. 30 сәуірге дейін сіздердің уақыттарыңыз бар. Осы акция сіздерге қызық болса, мен осы акцияны алғым келеді, ұстағым келеді десеңіздер, онда бағана Каспийда айтып кеткендей, бұл акцияны бюджеттен қанша теңге бөле аласыздар? 44-ін ала аламын десеңіздер, бір акциясын алып қойсаңыздар болады. Сәуірге дейін февраль, март бар, әлі сәуірдің аяғы. Оға шейін бір жоқ дегенде 3 акция алып қойсаңыздар болады.
ары қарай өздеріңіз көре жатарсыздар. Қысқаша